Біздер Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің жаратылыстану факультеті биология кафедрасының БКБ 307 топ студенттеріміз. Біздер 16 және 20 қараша аралықтарында Новый орта мектеп лицейінен онлайн педагогикалық практикадан өттік. Алғашқы практика күнінде мектеп әкімшілігі бізге Zoom платформасы арқылы конференция өткізді. Конференция кезінде біз мектеп тарихымен, мектеп ұжымымен жақынырақ таныстық, және де біз практикаға деген үлкен сенім алдық. Новый орта мектебінде практикадан өту бізге өте жеңіл болды, барлығы ұнады. Әдіскерлеріміз білімленд, күнделік кезет платформаларын қалай қолдану керектігін видео арқылы көрсетіп, барлығын жетік түсіндірді. Пән бойынша, сынып жетекші бойынша әдіскеріміз Айнұр Сериковна бізге оқушылармен психологиялық, педагогикалық тұрғыдан қалай жұмыс жасау керектігінің үлгісін көрсетіп, бізге барлығын тереңнен ұғындыра білді. Практика кезінде біз балаларға онлайн түрде WhatsApp арқылы өткізген болатынбыз. WhatsApp арқылы өтсе де балалар өте белсенді және барлығы да үй тапсырмасына, сұрақтарға жауап беріп өтті. 5G классына елін сүйген елбасы атты тәрбие сағатымызды Zoom программасы арқылы өткізген болатынбыз. Балалар өте белсенді, бүкіл сұрақтарға жауап беріп өтті. Өзімізге бөлінген 5-ші Г сыныбының жаратылыстану пәніне қатысқан болатынбыз. Қазіргі уақытта қашықтан оқыту форматына қарамастан мұғалім мен оқушының арасындағы тығыз байланысты көре алдық. Және де осы практика барысында өзім студент практикант ретінде бүкіл қажетті мәліметті алдым. Практика барысында бізге барлығын түсіндіріп көмектескені үшін 5-ші Г сынып жетекшісі Кулдыкова Айнұр Сериковнаға алғыс айтамыз.